Келесі тақырыбымыз болатын болса, салыстырмалы жылдамдық. Кез келген жылдамдық ол салыстырмалы шама болғандықтан екі қозғалып келе жатқан денелердің бір-біріне салыстырғандағы жылдамдығын табу формуласы. Салыстырмалы жылдамдық v салыстырмалы тең v дене минус v бақылаушы деп табылады дейміз. Бірақ біз оны мысал үстінде келтіріп түсіндіруге тырысайық. Жылдамдықтың векторлық шама екенін ұмытпаймыз. Мысал номер 1. 70 км/сағат жылдамдықпен келе жатқан пойыз терезесінің алдындағы жолаушы 34-4 км/сағат жылдамдықпен қарсы өткен пойызды 10 секунд бойы көреді. Қарсы кездескен пойыздың ұзындығы дейді. Яғни бір пойызда келе жатқан жолаушы қарсы келе жатқан пойызды 10 секунд бойы көреді. Жолаушы өзі материалдық нүкте болғандықтан оның өлшемдерін ескермейміз. Қарсы келе жатқан пойыз жолаушыға қатысты қандай жылдамдықпен жүреді? V салыстырмалы бізде ең бірінші тең болады формуласы бойынша V дене минус V бақылаушы. Яғни V дене минус V бақылаушы болатын болса, және бұлардың векторлық шама екенін ескеретін болсақ, жолаушы ол бақылаушы екенін бізге сөйлемнен көрініп тұр. Жолаушы қанша уақытты көреді дейді қарсы пойызда. Сондықтан жолаушының өзінің бағыты бізде плюс бағыт деп аламыз. Келесі пойыздың бағыты жолаушыға қарсы қай бағытта екенін табу керек. 70 км/сағат жылдамдықпен келе жатқан пойыз терезесінің алдындағы жолаушы 34-4 км/сағат жылдамдықпен қарсы өткен пойызды дейді. Яғни қарсы өткен пойыздың жылдамдығын тапқан үшін келесі пойыз қарсы келе жатыр дейміз. Яғни оның бағыты демек минус бағытта. Дененің бағыты минус, бақылаушының бағыты плюс біздің есебімізде. Қарсы келе жатқан пойыздың жылдамдығы 34-4 км/сағат екені көрініп тұр. Және жолаушының жылдамдығы 70 км/сағат екені бізге беріліп тұр. Дененің жылдамдығының мәні 34-4 км/сағат, бірақ оның бағыты минус болғандықтан минус 34-4 деп жазамыз км/сағат. Формула бойынша келесі минус тұр. Және бақылаушының жылдамдығы плюс 70, яғни плюсті жазбай қойсақ болады, 70 дейміз. Тең болады минус 34-4 минус 70, яғни минус 104-4 км/сағат дейміз. Оның жылдамдығы минус 104-4 км/сағат болды. Келесі 104-4 км/сағатты біз метр секундқа айналдырамыз дейміз, өйткені бізде уақыт 10 секунд ретінде берілген. Сондықтан егер айналдыратын болсақ, бірден айналдыра салсақ, 104-4 км/сағат 3,6 деген коэффициентке бөлетін болсақ, минус 29 метр секунд шығады. Және келесі пойыздың ұзындығын табатын болсақ, L тең V салыстырмалы көбейтілген T болады. Және салыстырмалы жылдамдығымыз бізде минус 29, ол минус оның бағытын көрсететін шама, ал 29 мәні. Сондықтан 29-ды қоямыз, көбейтілген 10 болады 290 метр. Келесі есебіміз. Велосипедшінің жылдамдығы 36 км/сағат, желдің жылдамдығы 3 метр секунд. Желге қарсы қозғалған велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығы. Бұл жерде ең бірінші анықтау керек затымыз біздің кім бақылаушы және кім дене екендігі. Ол үшін біз текстті жақсылап оқуымыз керек болады. Велосипедшімен байланысқан санақ жүйесіндегі желдің жылдамдығы. Яғни бақылаушының мына жерден велосипедші екенін айтып тұр. Велосипедшінің жылдамдығы бізде 36 км/сағат, не болмаса ол тең 10 метр секундке. Ары қарай велосипедші бақылаушы болса, және желге ол қарсы қозғалса, демек велосипедшінің бағыты плюс, желдің бағыты болатын болса, минус болғаны. Сондықтан салыстырмалы жылдамдық V салыстырмалы тең формуласы бойынша V дене минус V бақылаушы. V дене минус V бақылаушы. Тең болады. Дене, яғни бізде желдің жылдамдығының мәні 3 метр секунд. Ол велосипедшіге қарсы қозғалғандықтан бағыты бойынша
минус 3 метр секунд. Және формула бойынша бізде минус тұр. Және бақылаушының жылдамдығы 10 метр секунд тең болады минус 13 метр секундқа. Әрине, мына жерде формулада жылдамдықтың вектор екенін көрсетіп кеткен жөн болады.